Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Бақтыорет, және бүгінгі видео сабақта біздер Present Simple'дың Passive Voice'ның жасалу жолына тоқталатын боламыз. Бұл бізде алдыңғы бірінші видео сабақтың жалғасы. Егер сіз әлі де болсын Passive Voice'қа арналған негізгі сабақты көрмеген болсаңыз, онда міндетті түрде осы сабақтың астындағы бірінші комментарийға өтіп, алдымен Passive Voice не, оның жасалу жолы қандай, ол қандай мақсатта қолданылады, Passive Voice жасау үшін нені білу керек, соның барлығына арналған негізгі сабақты көріп шығыңыз. Негізгі сабақты көріп болғаннан кейін барып қана осы артынша follow up, яғни қосымша сабақтарды көруіңізге болады. Жақсы, олай болса сабаққа оралайық. Present Simple'дың Passive Voice'ның жасалу жолының формуласы барлығына бірдей, to be plus verb 3 не болмаса verb ed. Жақсы. Енді алдыңғы сабақтан бір информация қайталау. Сөйлемді негізгі құраушылардың бірі ол бізде subject және verb. Яғни іс-әрекетті орындаушы зат есім мен қимыл іс-әрекет болу керек. Егер бұлар болмаса, онда бізде сөйлемде толық аяқталған ой шықпайды. Сондықтан да бұл үш нәрсе міндетті түрде сөйлемді құраушы ең маңызды нәрселер. Естеріңізден шығармаңыздар. Жақсы. Олай болса, Present Simple'дың жасалу жолының формуласы бізде келесідей. Am, is, are, одан кейін verb 3 не болмаса verb ed. Енді am, is, are қай кезде қалай қолданады? Оны өздеріңіз білетін шығарсыз деп ойлаймын. Алайда тағы бір қайталап өтейік. I кезінде am, you are, they are, we are, ал he, she, it кезінде бізде is болып қолданады. Жақсы. Енді қарапайым бір мысал. She checks me every morning. Бұл бізде кәдімгі active voice-тағы қарапайым сөйлем. Енді бұл жерде іс-әрекетті орындаушы зат есім бізде she, етістік checks, ал object, яғни объектінің сана ол me. Енді дәл осы ақпараттарға сүйене отырып біздер не істеуіміз керек? Passive voice жасаймыз. Passive voice жасау үшін объекті сөйлемнің басына шығарып тастаймыз. Олай болса, me сөзін сөйлем басына шығаратын болсақ, онда ол қалай болады? I сөзіне өзгереді. I. Одан кейін бізде не бар? To be етістігі am. Сосын verb 3 checks. Checked болу керек. I am checked. Сосын by her every morning. Деп ары қарай сөйлемді жалғастыра беруімізге болады. Ал кеттік. Енді бірге тапсырмалар орындап көрейік. Неғұрлым тапсырманы немен бірге осылай бірге отырып жасайтын болсаңыздар, соғұрлым естеріңізде жақсы сақталатын болады. Кеттік. I cook rice. Іс-әрекетті орындаушы зат есім. Cook. Іс-әрекет. I, cook етістік, бізде rice object. Не істейміз? Мұндағы rice'ті сөйлемнің басына шығарамыз. Олай болса қалай болады? Кәне? 1, 2, 3. Дұрыс жауап бізде болады. Rice is cooked by me. Өте жақсы. Мұнда cooks, не болмаса cook дегенде біздер cooked қылуымыз керек. Себебі бұл бізде дұрыс етістік ed. Ал rice бұл бізде it болғандықтан, оған кейін is келіп тұр. Жақсы. Қайрат sells flowers in the street. Ал осы сөйлемді қалай passive voice-қа айналдырасыз? Бірінші неден бастайсыз? Нені тауып аласыз? Әлбетте, object табайық. Object бізде flowers. Іс-әрекетті орындаушы сезім Қайрат. Іс-әрекет бізде етістік sells. Қайрат көшеде гүлдер сатады дейді. Яғни көшеде гүлдер сатылады деп оны қалай алмастырады екенбіз? Flowers are sold in the street. Flowers сөйлем басына шығады. Одан кейін бізде are. Одан кейін sell'дің үшінші формасы бізде sold. Сонда flowers are sold in the street. Жақсы. Ал енді келесі мысал. Арман breaks young girls' hearts. Ал осы сөйлем өте иронический деп айтуға болады. Арман осы көп жас қыздардың жүрегін жаралайды дейді, жиі жаралайды. Яғни бұл Арманның сондай әдеті, қыздарды жүріп жүрегін жаралап тастап кету деген сияқты. Арман деген достарыңыз болса, комментарийға белгілеп кетіңіздер. Жақсы. Арман breaks young girls' hearts.
Енді дәл осы сөйлемді қалай біздер пассив войсқа айналдырамыз? Яғни жас қыздардың жүректері жараланады деп қалай айтамыз? Әлбетте, мұнда бірінші не істейміз? Іс-әрекетті орындаушы зат есім арман, етістік breaks. Ал іс-әрекетті қабылдаушы объект нысаны ол бізде young girls hurts, жас қыздардың жүректері. Енді мына жердегі жас қыздардың жүректері дегенде сөйлемнің басына шығарып жібереміз. Онда не болады? Young girls hurts кетті. Сосын не болады? Бұл біздерде they ғой, олар. Жүректер, олар ғой. They, одан кейін бізде міндетті түрде are келу керек. They are broken. Break дегеннің үшінші формасы broken болады. Сосын because of арман деп арғары не болса by арман деп те айтуға болады. Жақсы. Ал олай болса, тағы да бір соңғы тапсырмаға кіріспес бұрын қалған етістіктің пассив войс түрлерінің жасалу жолдарын міндетті түрде қарап үйреніп алыңыздар. Себебі пассив войсты тек бір не болмаса екі ғана етістікті біліп қою емес, барлық етістіктің шақтарында қалай жасалынатындығын үйренгендеріңіз абзал. Себебі әр етістіктің шағында әртүрлі болып өзгереді. Сол өзгеріс заңдылықтарын үйренген кезде ғана сіздер пассив войсты толық үйренетін боласыздар. Ал ол сабақтардың барлығы менің YouTube каналымда тегін доступта тұр. Жақсы, олай болса, үйренген білімді қолданысқа енгізетін сәт келді. Insights into action. Экрандағы тапсырмаларды орындаңыздар. Бірінші сөйлем бізде пассив войста жасалып тұр, оны active voice-қа айналдырасыздар. Ал екінші сөйлем бізде active voice-та тұр, оны пассив voice-қа айналдыруларыңыз керек болады. Ал тапсырманы міндетті түрде осы видеоның астындағы комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде сіздердің жасаған тапсырмаларыңызды тексеретін боламын. Ал олай болса, мен сіздермен қоштаспаймын, себебі келесі осы пассив войсқа арналған менің түсіндірме сабағымда сіздерді күтетін боламын. Асыға!